сұрағында сауатты болғым келеді. Бұл жерде сіздің құқығыңызды бұзылды деп қарауға да болады. Қаржылық қызметтерде ақша құрал емес, объект болып табылады. Дүкенге барып, бір мерзімі өтіп кеткен тағамды сатып алсам, ол менің құқығым бұзылды деген сөз бе? Қаржы қызметінің тұтынушылардың құқығын қорғау, ол бөлек өкілетті органмен қарастырылады. Онда сіз қаржылық қызметтердің тұтынушысы болып табыласыз. Мысалы, маған келісімшартты береді. Ол келісімшартқа мен өз қолымды қойсам, олар менің құқығымды қалай бұзады? Бірақ өкінішке орай, тұтынушылар ол өзінің құқығын біле бермейді. Осы бір ақпараттардың бар екенін осыдан бұрын білсем. Көшеде кетіп баратсам, жүрген жерімде несиенің жарнамасын көремін. Мүмкін маған алу керек шығар сол несиені. Бірақ қайдан алу керек? Қалай? Қандай пайызбен? Неше пайызбен? Енді несие деген жауапкершілік қой, онда білу керек. Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Мен көптеген жаңа білім алғым келеді, және менде бәрі ойдағыдай болатынына сенемін. Сізге мен бірінші сұрақ қойғым келіп отыр, несие жайлы. Біріншіден, жалпы несие дегеніміз не? Жалпы несие дегеніміз енді термин сөзбен алғанда кредит дейміз, қазақша несие дейміз, бірақ енді банк саласында кредит деп ала береміз барлығымыз. Кредиттің неше түрлісі бар, яғни қолма-қол ақшалай кредит болуы мүмкін, онлайн несие болуы мүмкін, қандай да тауарлық, мысалы бәріміз үйрендік қой, смартфон, үйге қандай да бір керек нәрселерді алу, және де ипотека және автокредит, яғни кредиттің түрлері бөлінеді. Енді жалпы қарапайым халық үшін бұл жай ғана кредит болатын болса, банкте құрылым осылай өзіміз бөліп аламыз. Кредит бұл енді жалпы клиент тұтынушы өзіне керек сомасын, мысалы банкке жүгінетін болса, белгілі бір пайыздық мөлшерлемемен қарызға береді, және де қарызға берген үшін үстінен үстемақы қосу арқылы қайтарып алуды біз жай ғана кредит деп аламыз. Несие кредит дегеніміз бұл нақты үстінен үстемақысы бар дүние. Яғни қарыз, бірақ үстінен қосып төлейсіз. Ал егер де бөліп төлеу болатын болса, нақты мысалы қазіргі уақытта 2 жылға дейін, 1 жылға дейін қандай да тауарды бөліп төлеу, яғни бөліп төлеу ол тек қана тауарға қатысты болады. Немесе қандай да бір саяхаттар, турлар деген сияқты нәрселерді бөліп төлеуге алуға болады. Оның бір артықшылығы, оның үстінен ешқандай ақша қоспай, мысалға 500 мың теңгеге қандай да бір тауарды алатын болсаңыз, 2 жылдың көлемінде осы 500 мың теңгені бөліп үстінен ешқандай ақша қоспай қайтарып беруді біз нақты өзінің атап айтып тұрғандай бөліп төлеуге. Ондай болса, несие алудың көптеген нұсқалары бар екені белгілі. Сізге сәйкес келетін түрін таңдау бір қатар шарттарға байланысты. Мысалы, үлкен мақсаттар көп қаражатты талап етеді. Яғни, несиені өтеуге көп уақыт кетеді. Сонымен қатар, сіз банкке несиенің мақсатын ашасыз ба, жоқ па, сізге қандай шарттар ұсынылатынына байланысты. Ұзақ мерзімді несиелер 5 жылдан астам мерзімде қайтарылады. Дұрысы, оны нақты бекітілген мақсаттарға үй, немесе көлік, немесе жер телімін сатып алу үшін алады. Бұл үшін тіпті несиенің арнайы түрлері бар. Мысалы, ипотекалық немесе автонесие. Несие алуда нақты бір мақсат болмаса да, кез келген мақсатта несие беріледі. Яғни, банкке өз шығындарыңыз туралы хабарлаудың қажеті жоқ. Бірақ оның пайыздық мөлшерлемесі мақсатты несиелерден жоғары болуы ықтимал. Шағын шығындар үшін несие картасы, жедел несие немесе шағын несие қолайлы. Сөзсіз, несиелік келісімшартты оқып, оның барлық тармақтарына мұқият қарау маңызды. Яғни несиеде байқалмайтын үлкен көлемде қарызға тап болу, қандай да бір кішірейтілген сөйлемдер. Келісімшарт жалпы бізге не үшін керек? Клиент пен банктың арасында. Бұл заңды құжат, яғни клиент пен банктың арасындағы қарым-қатынасты нақты бекіту, қандай шарттармен, қандай талаптармен, қандай пайыздық мөлшермен беретіні егжей-тегжейлі толықтай көрсететін болады. Бұл жерде менеджердің айтқан сөзі мен келісімшарттағы жазылғандардың бәрі сәйкес келу керек. Сол себепті менеджер сіздің қанша әдемі сондай түсінікті қылып айтса да, міндетті түрде келісімшартты бір қарап шығу керек. Себебі банкте түрлі өнімдер бар. Бәлкім ол менеджердің қандай да көңіл күйі жоқ шығар. Бәлкім ол шатасып отқан шығар мысалға да. Сондай сәтте нақты оның айтқан сөзін
растау мақсатында келісімшартты бір көріп шығатын болсаңыз, бір оқып шығатын болсаңыз, негізі көп шығуға болмайды, оқып шығу керек та, негізі толықтай түсініп алу керек. Қандай да түсініксіз сәттері болатын болса, менеджер анықтап алу керек болады. Сондықтан да келісімшартта міндетті түрде мән беру керек, өйткені қол қойғаннан кейін ол өзінің заңдық күшіне енеді да. Одан кейін қандай да бір келеңсіз нәрсе туындайтын болса, сіздің тараптан бәлкім қандай да наразылық болуы мүмкін шығар. Бірақ келісімшарт болды, қол қойылды, көрдіңіз, оқыдыңыз деген тәрізді. Банктік қарыз шартын жасасу кезінде қарыз алушы нені білуі маңызды? Өткен жылдан бастап мұндай шарттарды жасасу тәртібіне қойылатын қосымша талаптар күшіне енді. Енді қарыз алушы банктік қарыз шартын жасасқанға дейін кредиттің негізгі талаптары туралы барлық ақпаратты алуы тиіс. Ал шарт жасасқанға дейін банк қарыз алушыға жаңа белгіленген нысан бойынша жадынама ұсынуы тиіс. 2020 жылғы 1 сәуірден бастап банктік қарыз шарттарын жасасу тәртібіне қойылатын талаптар күшіне енді. Көбінесе қарыз алушы банктік қарыз шартына қол қою кезінде өзінің ұқыпсыздығынан банктермен мәселеге тап болады. Егер сіз банктік қарыз шартының талаптарын мұқият зерттемесеңіз, онда қарыз алушы ықтимал салдарының ауырлығын түсіне алмайды. Сондықтан кез келген келісімшартқа қол қою кезінде барынша мұқият болу керек. Қаражатты пайдаланғаныңыз үшін сіз жай қарыз ақшаны дәл келіскен уақытта қайтарып қана қоймай, әрқашан белгілі мөлшерде пайыз төлеу керектігін естен шығармауыңыз керек. Бұның барлығы несиелік келісім шартта жазылған, сондықтан оны мүмкіндігінше мұқият оқу керек. Несиені өтеуге қанша уақыт кететінін сіз банкке ақшаны не үшін алғаныңызды айтасыз ба, кепілдік беруге дайынсыз ба, осыны тұжырымдамаңыз. Бұл несие қойылатын негізгі талаптар. Ал сіз қалай төлем жасайсыз? Тең бөліктермен немесе әр ай сайын төлем ақша азайып отырады ма? Бұл несиенің белгілі бір шарттарына байланысты. Қызық, несие шартында айыппұл қалай белгіленеді? Оның қанша түрі болады? Қандай жағдайда айыппұл жазылады? Одан қалай аулақ болуға болады? Ал енді тағы бір қызықтырып отырған сұрақ. Мысалы, мен несиені алдым дерге, белгілі бір себептермен ақша таптым, несиені уақытынан бұрын, мерзімнен бұрын жаба аламын ба? Жаңағы келісімшартқа тағы оралуға да болады, осы жерде тағы бір мән беретін нәрсе да. Негізі мерзімнен бұрын өтеу бұл клиент үшін өте тиімді нәрсе. Өйткені 3 жылға бір кредит алатын болсақ, мысалы қазір максималды мерзім бұл 5 жылға дейін, максималды қолма-қол ақшалай соң ол 7 миллионға дейін. Әрине әркімнің өзінің табысына байланысты. Енді егерде сіз 3 жылға алатын болсаңыз, егерде оны 1 жылдың ішінде емес 6 айдың көлемінде жабатын болсаңыз, тек қана қолданған күннің пайызын ғана төлейсіз. Қалған күндердің пайызын төлемейсіз, яғни есептеледі. Яғни сіз ұтасыз деп айтсақ, ыңғайлы, қолайлы, тиімді. Ал енді бұл жерде кейбір шарттар болуы мүмкін, жаңа келісімшартқа не нәрсеге мән беру керек дегендей да. Әр банктың талаптары әртүрлі болады, ол өзінің ішкі саясаты. Бірақ ол келісімшартты толықтай көрсетіліп жазылатын болады талаптары. Осы сәтте мән беретін нәрсе, кредитті егерде мерзімнен бұрын төлейтін болса, қандай да пайыздар, қандай да айыппұлдар, қандай да комиссиялар бола ма, болмай ма, осыны анықтап алу керек. Егерде ондай комиссиясы болатын болса, елімізде 20-дан астам банк бар, сізде таңдау бар. Яғни барған кезде тек қана сіздің досыңыз, танысыңыз осындай бір банктен кредит алды екен деп соған бара салу емес. Біз нақты бәрін клиент өзінің тиімділігі үшін бәрі саралап біліп шығу керек. Яғни мерзімнен бұрын өтеу ол өте тиімді нәрселердің бірі. Одан кейін кредит алғанда тағы бір мән беретін нәрселер бұл мүмкіндігінше қысқа мерзімге алу. Өйткені ұзақ мерзімге алатын болсаңыз, сіздің переплата үстемақы көп болады. Ал қысқа мерзімге алатын болсаңыз, нақты айтқанда бұл жерде пайыздық мөлшерлеме жылдық. Яғни 3 жылға алатын болсаңыз, онда 1 жылдық пайыздық мөлшерлемеңіз ол 3-ке көбейеді деген сөз да. Сондықтан да тағы бір кредит алғанда да тағы бір мән беретін нәрсе, жаңағында ең бастысы ай сайын төлейтін сомам аз болса болды, маған ұзартып бере сал, кейін мерзімнен бұрын төлей салам деп өз-өзіңізді алдамау керек та. Өйткені бұл тәжірибеде көп жағдайда ол мерзімнен бұрын өтелмей жатады да, мысалға. Сол себепті мүмкіндігінше жағдайыңыз жетіп тұратын болса, қысқа мерзімге кредит алғаны тиімді болады. Кез келген несиелік келісім шартта комиссияның барлық түріне қатысты тармақ болуы керек. Мерзімнен бұрын өтеу үшін, уақытында төленбегені үшін әр банк мұндай комиссияларды өз қалауы бойынша белгілейді. Бірақ комиссиялық төлемдердің жалпы сомасы
қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі заңдастырған нормадан аспауы тиіс. Енді мен несиенің не екенін қашан түсіндім? Оның қандай түрлері бар? Мен несиелік келісімнің барлық қыр-сырын және несие алғым келетін ұйымды қалай тексеруге болатынын білдім. Мені несиені оңтайлы таңдау туралы ойлар қызықтыра бастады. Егер несие банкке пайыз төлеуді көздейтін болса, бөліп төлеу мен керісінше пайызсыз несие бірақ аз мөлшерде. Мен бірнеше тауарларды бөліп төлеп, оларды сатып және ақшамды қолма-қол ала аламын ба? Ал кейбір мысал тауарларға естіп жатамыз, несие де бар, бірақ кейбір тауарларға тура сол тауарға бөліп төлеу де бар. Онда егер де адам енді кішкене ойланып білетін болса, онда неге ол кейбірлер несиені алады, кейбірлер бөліп төлеуді алады? Бұл жерде енді клиент тұтынушының тарапынан осы жерде аз қандай осы бір қаржы салатындан бір сауаттылық керек болады. Яғни сізде екі таңдау болып тұрады да, бір қандай да бір дүкенге кіресіз, бірнеше банктың өкілдері отырады. Кейбір банктер болады бөліп төлеуге беріп отырады, ал кейбір банктер болады кредитке беріп отырады да, мысалға. Осы жағдайда клиенттерге таңдау берілді ма, демек әрбір банктен анықтап шарттарын, талаптарын білу керек та. Бәлкім сіздің келіп отырған банк өкілі мысалға сізге кредитпен беріп отыр, екі қадам жерде екінші өкіл ол бөліп төлеуге беріп отыр да. Осы жағдайда тұтынушыға таңдау берілді ме, міндетті түрде бәрін саралап сараптап шығу керек. Иә, түсінікті. Ал енді келесі сұрақ, мысалы банк несие беретін болса, кредит дедіңіз жаңа, онда белгілі бір өзінің жеңетіні бар. Мысалы пайыздар арқылы табыс табады. Ал бөліп төлеуден оның қандай табысы бар? Бұл енді ішкі саясат, бұл жалпы серіктес пен банктың арасындағы қарым-қатынас деп айтсақ болады. Яғни олардың бұл жерде клиенттен пайда көру емес, яғни екі компания, яғни банк бар, және де қандай да техника сататын немесе тағысында компания арасындағы өзара келісім болады. Өзара келісім болады, бәлкім бұл жерде ақылы қандай да банктың тарапына, банк керісінше келесі жалпы компанияға деген сияқты. Бұл енді бір өзінің ішкі саясат деп айтсақ. Бір шетінен бөліп төлеу бұл мысалға кей сәттерде болады, банктер бөліп төлеу науқанын ұзақ мерзімде ұстануы мүмкін да, бірақ кей кездерде болады, белгілі бір шектеу қояды, яғни өзінің клиенттеріне бәсеке көп қой мысалға қазіргі уақыт. Сол үшін бәсеке болғаннан кейін клиенттер әрдайым банктың оларға беретін қандай да жеңілдіктерін ұсынып жалпы сезініп отыру мақсатында да беріледі. Бұл науқанды белгілі бір компания мен банктың арасындағы жарнама кішігірім деп санауға болады ма? Енді тікелей оны жарнама деуге болмайды, яғни банк бұл жерде жүйе, ол да қаншама миллиондаған клиент, ал қандай да техника сататын дүкенде ондай жалпы база жоқ деп айтсақ болады. Сондықтан да техника сататын немесе қандай да өзге дүкендердің ол өзінің қызығушылығында да, өйткені клиенттері топтамасы жиынтығы банкте, сондықтан бәлкім олар ұсыныс жасауы мүмкін, керісінше банк оларға ұсыныс жасауы мүмкін да. Өз құқықтарыңыз бен келісім шарт жасаудың белгілі ережелері туралы білу арқылы алаяқтарға жолығудан сақтана аласыз. Есіңізде болсын, бүгінде Қазақстан Республикасының заңнамасында қаржылық қызметті жүзеге асыру ресми лицензиясы жоқ ұйымдардың несие беруге тыйым салынған. Бұл қызмет заңсыз кәсіпкерлік қызмет болып табылады және уәкілетті орган мұндай кредиторларды таратуға барлық құқықтары ие. Дәл осындай жағдайлардан қорғану үшін сізге келісіммен танысуға, несиенің шарттарын мұқият зерттеуге, өтеу әдістерін, пайыздық мөлшерлемелер мен комиссияларын арнайы жолын қарастыру қажет. Осындай алаяқтық ұйымдарға тап болған жағдайда құқық қорғау органдарының көмегімен және сот арқылы ғана реттеу мүмкін болады. Сіз қандай да бір жағдай болмасын, қарыз қаражатты пайдалануды шешкен болсаңыз, есте сақтауыңыз керек. Егер сіз қарыз алуды шешсеңіз, оны қайтара алатындығыңызды сенімді болуыңыз керек. Бүгін менің түсінгенім, егер де несиеге жауапкершілікпен қарасақ, бұл міндетті түрде қабылай емес. Ол сізді көктеңсіз қалдырмайды. Қайта өзіңіздің керек затыңызды сатып аласыз. Несие алмас бұрын осының бәрін біліп алғаным жақсы болды. Банктерге бардым, келісім шарттарын оқыдым. Түрлі пункттар бар екен арасында. Мен егерде несиені төлей алмай қалсам, не істеуім керек? Кредитті мерзімінде қайтармайтындай қиыншылықтар туындайды. Ең бастысы банкке уақытында хабарласу. Егер де мен несиені төлей алмай қалсам, мен нені істемеуім керек? Міндетті түрде